Саламатсыздарбы құрметті 3 сыныптың оқушылары, мен бүгін сіздерге 3 сыныптың математика сабағынан 29 сабақпен таныстырып, есептердің шығару жолдарын түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Бірінші, яғни біздің сыныптың кейбір оқушылары сүйікті пәні ретінде математика мен қазақ тілін атайды, сұрақтарға жауап бер дейді. Яғни математикаға қатысатын оқушылар туралы мына жерде көрсетілген, математика, қазақ тілі көрсетілген және ол екеуіне де қатысатын оқушылар көрсетілген. Неше оқушы математиканы сүйікті пәні деп санайды? Яғни математика деген мына шеңбердің ішінде орналасқан. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 оқушы. Біріншісінің жауабы 7. Неше оқушы қазақ тілін сүйікті пән деп санайды? Қазақ тілі деген мына қызыл шеңбердің ішінде орналасқан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек бұл жерде 8. Неше оқушы математиканы да қазақ тілінде сүйікті пәні деп есептейді? Ол мына ортада орналасқандар. Міне мыналар. 1, 2, 3, 4. Яғни математиканы да қазақ тілінде сүйікті пән деп қарастырады. Санжардың математиканы да қазақ тілінде жақсы көретін рас па? Санжар ортада тұр. Яғни математикада да қазақ тілге де жазылған. Яғни екеуін де жақсы көреді деп тұр. Дұрыс, яғни рас бұл. Майраның математиканы жақсы көретін рас па? Майра. Майра математикада тұр. Рас. Түсінікті ғой, осындай жауаптар қарастырылып шығады. Келесі тапсырма. Есептерді шығар дейді. 2-ге бөлінетін бір таңбалы сандар жиынын көк дөңгелекке жаз. Ал қараймыз. 2-ге бөлінетін 2-ге деп жазып қойын. Бір таңбалы сандар жиыны. 2-ге бөлінетін 2. Қандай бар? 4, 6, 8, 10 деген. 10 деген жоқ бұл жерде. 2 таңбалы болып кетеді. Бір таңбалылар. Ал 3-ге бөлінетін бір таңбалы сандар жиын қызыл дөңгелекке жаз. 3-ге бөлінетін. 3-ге бөлінетін. Бұл жерде кішкене ретке келтіретін жері бар деген сөз. 3-ге бөлінетін болса, демек мына жерін ретке келтіріп қоямыз. Мынау 6, мына жерге 8. 3-ге бөлінетін бір таңбалы сандар. Ол 3, 6 және 9 деген сандар. Әрбір жиында неше элемент бар? Осы жиындардың қиылысуында неше элемент бар? Яғни қиылысуында мына 3-ге бөлінетіндер қиылысуында тек қана 6 бар. 6 2-ге де 3-ге де бөлінеді, сондықтан оны ортаға жазамыз. Ал әрбіреуінде 2-ге бөлінетіндер, яғни 2-ге бөлінетіндер, мен жазып шығамын мына жерге 2, 4, 6, 8. 3-ге бөлінетіндер, яғни 3, 6, 9 деп қарастыруға болады. Екеуінің қиылысуында орналасқандар, яғни 2 мен 3-тің қиылысуында орналасқандар. Атау қойсақ болады. 2 дегенді А деп, 3 дегенді Б жиыны деп алсақ, А мен Б-ның қиылысуы тең болады, яғни 6 деп жауап аламыз. Түсінікті ғой, яғни екеуінің қиылысуында 6 деген сан болады. Келесі, 2-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар жиынын көк дөңгелекке жаз. 3-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар жиынын қызыл дөңгелекке жаз. Әрбір жиында неше элемент бар? Осы жиындардың қиылысуында неше элемент бар? Соны көрсет дейді. 2-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар 2, 4, 6-ны мынақа жазып қойық. 8, 10, 12, 14, 16, 18 деген сандар. Ал енді 3-ге бөлінетін, яғни 3, 6, 9, 12, 15, 18 деген сандар. Яғни екеуіне де тиісті. Мына 2-ге бөлінетін, мына 3-ге бөлінетіндер, мына 2-ге де 3-ге де бөлінетіндер, мына сандар 6, 12, 18 дегендер 2-ге де 3-ге де бөлінеді. Тек қана 2-ге бөлінетін қанша бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ы 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінетіндер 9 дана сан. 3-ге бөлінетіндер 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 данасы. 6 данасы бар деген сөз. 2-ге де 3-ге де бөлінетін сандар 1, 2, 3 данасы бар. Түсінікті ғой. Бұны, яғни жиынның атауын қойып, қасына элементтерді жазып шығуға болады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма есепті шығар дейді. Сыныпта 3 қатардың әрқайсында 3 партадан бар. Сыныпта барлығы неше парта бар? Демек 3-ті 3-ге көбейтеміз. 3-ті 3-ге көбейтеміз. 3 қатар дейді. Мына қатарда 3-і,
мына катарды 3 деп тұр ғой. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген сөз. Жалпы 9. Есеп шығар. Оны есептің А нұсқасымен салысты. Сыныпта 3 қатардың әрқайсында 3 партадан бар. Сыныпқа тағы 4 парта әкелінді. Барлығы неше болды? 3 көбейген 3 қосылған 4 тең 9-ға 4 қостық 13. А мен салыстырыңдар дейді. Демек 13 пен 9-ды салыстырамыз. 13 деген үлкен, яғни кейінгісі көп екен. Келесі тапсырма болды. Әкелін 4 парта болды. Қанша парта? Яғни 9 3 партадан деп құрастырамыз мына жерге. 3 партадан 3 қатар. Әкелінді 4 парта. Сонда 9, оған 4 қойсық 13 болды. Болды 3 партадан 3 қатар. Әкелінді 4 парта. Болды 3 партадан 3 қатар, 4 парта әкелінді. Яғни осындай бір нұсқалар құрастырып қарастыруға болады деген сөз. Келесі берілгенге кері есепті құрастырып оларды шығар дейді. Мектептегі жөндеу жұмысын 3 килограммнан 2 құты көк және 15 килограмм ақ бояу сатып алынды. Барлығы неше килограмм бояу сатып алынды деген сұрақ қойыпты. 3 килограммнан 2 құты. 3 көбейген 2 қосылған. 15 килограммнан ақ бояу. 15-дің өзі тең 6 қосылған 15 тең 21 килограмм. Көрсетілген қосындының мәні шығу үшін әр топтан 3-3 сан таңдап ал. Қосындының мәні шығу үшін дейді. Қараймыз. Яғни 100 болу үшін көрсетілген қосындың мәні шығу үшін әр топтан 3-тен сан таңдап ал дейді. 100 деген сан шығу керек. Сол үшін мына жерден сандарды таңдап шығартып алуымыз керек. 100 шығу үшін. Демек 45-ке 15-ті қоссақ 60 болады. Оған 40-ті қосамыз 100 деген жауап шығады. Демек 45 қосылған 15 қосылған 40 тең 100 деп қарастыруға болады. Келесі 990 деген сан. Басқа нұсқасы да болуы мүмкін. Мына жерде мен бір нұсқаны көрсеттім, басқа нұсқаларда тауып көрулеріңе болады. 990-ды шығаруымыз керек. 990-ды шығару үшін біз қандай сандарды қолданамыз? Мына жерден 800 қалыптастыруға болады ма? 800 450 650 650 750 болып қалады. Мына жерге 280-ге 270-ті қосамыз. 550 550-ге 270 қосылған 280 қосылған 550 болды. Оған қосамыз 550 900 мың болып қалады екен. Яғни біреу кем болып тұру керек. Сонда 280-ге 190-ды қоссақ 50 болады. Мына жерде 250 550 450 мың болды. Болмайды ол. 410-ға мынаны қоссақ 410 80 жетпейді оған. Мынаған қосамыз. Мына жерден көреміз қан 400 590 590-ға 400 жетпейді. Бұл жерде яғни 130 410 450 деген сандардың қосындысын қарастырдық. 990 деген санды алдық. Келесі 88-ді шығарамыз. Тағы 3 санды яғни қосу арқылы қандай сандарды қолдануға болады? Бұл жерде 88 шығу үшін 22 24 мейлінше 20 38 58 58 30 керек. Жетпейді. 38 22 28 шығу керек. Мынау 68 осы жерден шығады екен. Мынау және мынау 44 қосылған 24 қосылған 20 тең 88. Келесі 77-ні шығаруымыз керек. 77 шығу үшін былай жасасақ болады. 33 қосылған 44 қосылған 0 деп алуға болады. 77 сонда шығады. Мыналарды аламыз. Басқа нұсқасы да болуы мүмкін. Ол нұсқаларында қарастырып көруге болады. 77 шығу үшін. Мысалы 66-ға 11-ді қосамыз, оған 0-ді қосамыз деп қарастыруға болады.
Келесі тапсырма кезектегі есептеңдер дейді. Жай ғана есептеу берілген. 75-ке 45-ті қосамыз. Мынау 80, 120 болады. Дециметр квадрат. 4-ке көбейтеміз 8-ді, 32 метр квадрат шығады. 45-ті 5-ке бөлеміз, 9 сантиметр квадрат. 800 метр квадраттан азайтамыз 235-ті. 565 метр квадрат болады. Есептеп, яғни тексеріп көріңдер. Келесі заттың бағасы санын, құнын қалай табу керектігін есіңе түсіріп, есеп бойынша өрнек жаз дейді. Өрнек жазуымыз керек. Біріншісінде 30-ды бөлеміз 6-ға тең 5 шығады. Демек, мына жерде 5. 7-ні көбейтеміз 5-ке тең 35. Мына сұрап тұрған 35 жалпы құны. 40-ты бөлеміз 8-ге, сонда бағасы шығады 5 теңгеден. Түсінікті ғой. Келесі 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып қанша 3 таңбалы сан жазуға болады? Шешімі көрсету үшін 3 түсті қарындаш пайдаланып мүмкіндіктер тармағын құр дейді. Айтылған бойынша қарастырып көреміз. 2, 7, 9. 2, 7, 9. 7, 9, 2, 9, 2, 7 деген 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 сан құрастыруға болады. Я болмаса 3 сан құрастыруға болады. 3 сан жазуға. Қанша 3 таңбалы? Демек 3 таңбалыдан 3 сан жазуға болады екен. Мұна бірінші нұсқада. Тағы бір нұсқасы бар. Ол нұсқаны жеке қарастырамыз. 279, 297. 729, 792. 927, 972. Осындай 6 нұсқа бар. Түсінікті ғой, иә? Мына жерде үшеуін көрсеттім, дәл солай тағы үшеуін шығатуға болады. Келесі жайғыны өрнек берілген, есептеу керек. Бірінші 35-ті 5-ке бөлеміз 7 шығады. 5-ті 6-ға көбейтеміз 30 шығады. Қосамыз 37 шығады. Мына жерден 30 шығады. Мына жерде 5-ке бөлеміз, сонда 30-ды 5-ке бөлсек 6, 17-ні қоссақ 13. 15-ті 3-ке бөлсек 5 шығады. 45-ті 5-ке бөлсек 9 шығады. 5-ке 9 қоссақ 84 болады. 48-ден 28 азайтамыз 20, 14-тен 9 азайтамыз 5, 20-ны 5-ке бөлсек 4 шығады. 8-ді 5-ке көбейтсек 40, 32-ні 4-ке бөлсек 8, 8-ге 40-ты қоссақ 48, 5-ті 4-ке көбейттік 20, 70-тен 20-ны азайтамыз 50, 50-ден 9 азайтсақ 41. 5-ті 9-ға көбейтеміз 45, мына екеуінің қосындысы 90, 90, 100, 90, 102. 102 болады. 102-ден 45-ті азайтамыз. 102-ден 45-ті азайтсақ 57 деген сөз. 57. Тексеріп көріңдер орындап. Келесі 40-ты 8-ге бөлеміз. Бұл жерде 5 болады. Оған қосамыз 78 болады. 78-ден кейін қалғаны 22. Демек 322. 38-ден 34-ті азайтамыз 4 шығады. 4-ті 5-ке көбейтеміз 20 болады. 79 болады. Көбейтеміз 40 болады. Бөлеміз 9 болады. 40-ты азайтамыз 42, қосамыз 9, 42-ге 9-ды қоссақ 51. 45-ті 9-ға бөлсек 5 болады. 5, мына жерде 35, 35, 90, 95 болады. 26-ға 14-ті қосамыз 40 болады. 40-ты 8-ге бөлсек 5 болады. 100-ден 5 азайтсақ 95 деген жауап шығады. Осының барлығын тексеріп, яғни есептің орындалу ретін тексеріп көрсеңдер болады. Ұпайларды сана, көбейту және қосу таңбаларын пайдаланып өрнектер жаз дейді. Ұпайларды сана. Яғни санап шығамыз. 3, 3, 3, 3. 7, 7, 7, 10. Ал қараймыз. 1, 3. 3-тен 1, 2, 3, 4. 4 көбейту 3 қосылған 10-нан 1 қосылған 10 тең мына ортадағының ұпайы 12, 22. Мына тиіп тұрғандарға қарап есептейміз қой ұпайларды. 3-те 1 тұр, 7-де 1, 2,
3, 4, 4 7 var. 3 қосылған 7 көбейген 4. 28 оған 3-ті қостық 31. Келесі 3-тен 3 тұр 1, 2, 3. 3 көбейді 3 қосылған 7-ден 1, 2, 2 тұр. 7 көбейген 2. 9-ға 14 қосамыз 23. Түсінікті ғой. Осындай ретпен орындаңдар дейді. Көбейтумен қосу таңбаларын пайдаланып өрнектеп есептеп көрсеттім.